Пирамидалар еліне 5,5 сағат ішінде жетуге мүмкіндік туып отыр. Үстіміздегі жылдың 8 маусымынан бастап Петропавл халықаралық әуежайынан Мысырға ұшақ қатынайтын болады. Рейс 10 күнде бір рет жүзеге асырылмақ. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. 2017 жылы Петропавл халықаралық әуежайы күрделі жаңғырту жұмыстарынан өтті. Енді нысан шетелге ұшатын әуе көліктерін қабылдауға техникалық тұрғыдан даяр. Сондықтан мекеме директорының бастамасы бойынша алдағы уақытта Египетке тұрақты рейс жасалатын болады. Бұл жергілікті әуежай мен турагенттіктер үшін өте тиімді болмақ. Қазіргі кезде енді бізде Ресей әуе компаниялары чартерлік рейспен Мысыр курорттарына ұшуға тыйым салынған. Сондықтан біз енді шекаралық облыс болғасын Ресей Федерациясымен осы ойымызды жеткізгенбіз туроператорларға, авиакомпанияларға. 2 жылдай переговор өтті. Ұшаққа Петропавл әуежайынан мініп, тура 6 сағаттан соң Шарм-эль-Шейх курортында болу мүмкіндігі маусымның 8-і тумақ. Дәл осы күні таңертең Мысыр еліне теріскеден алғашқы рейс жасалады. 10 күнде бір рет адамдарды көптен күткен демалысына апаратын әуе көлігі 235 орынға шақталған. Оны толтыру проблема емес дейді мамандар. Алысқа ұзамай солтүстік қазақстандықтардың өздерін алайық. 2 күн бұрын ғана белгілі болған жаңалықты естіген теріскейліктер жаз айларын қалай өткізетіндерін енді жақсы білет. Бар жоғы 24 сағат ішінде қалалық турагенттіктердің бірінен Египетке барамын деп жолдама алған жанұялардың саны бүгінде 3 екен. Алдағы уақытта олардың қатарына өзге де теріскейліктер мен ресейліктердің қосылатыны сөзсіз. Получается стоимость с человека... Шарм-эль-Шейх курортына 10 күндік жолдаманың құны бір адамға шамамен 170 мың теңгеге шығады. Бұл бағаға 3 жұлдызды мейманхана, тамақ пен ұшу қарастырылған. Тұрғындардың талабы бойынша қымбат қонақ үйге тоқталып, қосымша бағдарламаларды да қарастыруға болады. Оның құны әрине жоғарылау. Жалпы бүгінде Мысыр еліне сұраныс жоғары. Себебі мұнда жаз айы ыстық болғанмен ауаның ылғалдылығы төмен. Оған қоса Түркия елінің курорттарымен салыстырғанда жолдама бағасы арзанырақ. Әзірге пирамидалар еліне баратын рейс тек жаз айларында жүзеге асырылады деп жоспарланған. Егер ұшақ әрдайым лық толы болып сұраныс артса, оның Мысырға жылы 12 ай қатынауы қарастырылмақ. Эльмира Садуақасова, Жылысбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.